Адамберді болып ақтарылып, Абай болып терең күрсінген, Жамбыл болып жырлаған, Мағжан болып мұңайған, Қасым болып от кешіп, төлегендей сағынышқа енген қасиетті қазақ өлеңінің төрінде Мұқағали ақынның алатын орны алабөтен. Қарасаз атты қараша ауылда туып өсіп, хан тәңірінің етегінен түлеп ұшқан мұзбалақ ақынның жырлары бүгінде әр қазақтың көкірегінде сайрап тұр. Ол өлең өлкесіне өзінің ерекше үнімен келіп, қарапайым да асқақ болмысымен, шыншыл да шымыр өлеңдермен жадымызда мәңгі қалып қойды. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі 6-шы сыныпқа арналған қазақ әдебиеті бағдарламасында ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың өмірі және шығармашылық жолымен танысамыз. Мұқағали Мақатаев қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданындағы Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келді. Балалық шағы соғыспен тұспа-тұс келген Мұқағали өлеңді 10-11 жасынан жаза бастайды. Алғашқы өлеңдері аудандық газетте жарық көрген. Шығармалары 1960-1970 жылдары басылым беттерінде үздіксіз басылады. Бұл жылдары ақынның қазақ поэзиясының биік шыңына көтерілген уақыты деп санауға болады. Ойын сиқырлы сөзбен айта білу, тапқыр ойды өрнекті тілмен жеткізе білу Мұқағали өлеңдерінің негізгі құдіреті. Бексұлтан Нұржекеұлы. Ауыл мектебін 1948 жылы бітіріп, аудандық газетте әдеби қызметкер, қазақ радиосында диктор болған. Тырнақалды туындылары 1948 жылдары Нарынқол аудандық советтік шекара, қазіргі хан тәңірі газетінде жарияланды. 1954 жылы бір топ өлеңі әдебиет және искусство, қазіргі Жұлдыз журналында. Одан кейін бір шоғыр жыры Әбділда Тәжібаевтың сәт сапар тілеген сөзімен қазақ әдебиетінде жарық көрді. Ақын аз ғұмыр ішінде оқырман қауымға бірнеше лирикалық жыр жинағы мен дастандарын ұсынған. Сондай өлеңдерінің бірі «Ой-хой қазақ даласы, не көрмедің» атты өлеңі. Ой-хой қазақ даласы, не көрмедің, қанша құрап, қаншама көгермедің, қорқыттың қобызымен боздаттың ғой, Асанның шерге оранған өлеңдерін. Ой-хой қазақ даласы, не көрмедің. Қорқыт Асан тіріліп қайта келсе, сенің мына кейпіңе сенер меді, мына бақты көргенде төбеңдегі, қуанғаннан көз жасын төгермеді, қуаныштан кеудесі қарс айрылып, кім біледі қайтадан өлермеді. Ой-хой қазақ даласы, не көрмедің. Мұқағали өмірді жырлады. Адам жанын жырлады. Ұлттың табиғатын жырлады. Мұқағалиді ұлттың ақыны дейтін сол. Кез келген ақын ұлттың ақыны бола білмейді. Ол ұлттың ақыны 1000 жылда бір туады, 100 жылда бір туады. Анау мақаңдар жоқ, мақаңдардың сарқыты Мұқағали Мақатаев бар мұнда деген сөзді Мұқағали бекер айтып отырған жоқ. Сол ұрықты мен қайталай алдым, соны білесіңдер ме деп отыр. Ал ұлтшыл ұлттың ақыны қашанда қайғы мен трагедиямен өмір сүреді. Біз бүгін ақынның «Қайырлы түн» және «Қара өлең» деген шығармаларымен танысамыз. Қайырлы түн, жер анам, көк аспанды жамылда, таңға дейін дін аман, тәтті ұйқыда дамылда. Шамыңды өшір, түсіре ғой пердеңді, қайырлы түн алып жер, дүбірлетіп сенің ұлы кеудеңді, таптамасын танықтер. Қайырлы түн, көк аспан, алып жерді төсенде, таңға дейін тәтті ұйқыда толаста, ұшырама кеселге. Қайырлы түн, ақ аспан, боз көрпеңді айқара жап иыққа, сенің нұрың тыныштықпен жарасқан, қайырлы түн ұйықта. Қайырлы түн деген артынан айтылып тұр. Бүкіл халыққа жаңағы түн тыныш болса екен, өйткені түн тыныш болса, таңертең таң жақсы оянса, адам ауырмай, сырқамай, жыламай, жұмысқа барса, дүниеде одан артық бақыт жоқ. Сол бақыттың құнын Мұқағалилар сезді. Өйткені бұл кісілер соғыс кезінде өмір сүрген ұрпақ.
Қазір әнді анаған армандаймыз, анаған мұңаямыз. Оның бәрі түкке тұрмайтын дүние. Ең үлкен байлық сол амандық пен тыныштық қой. Соны қайырлы түн өлең арқылы Мұқағали елге қайтадан бір ұқтырды. Ақынның бұл өлеңінен ел тыныштығын, отан бақытын сүйетін, ізгі мұратын байқауға болады. Өлеңнің негізгі идеясы түнгі тыныштықтың бұзылмауы, әдемілікті бағалау, бейбітшілікті сақтауға үндейді. Қалқам, мен Лермонтов, Пушкин демен, Есенинмін демедім ешкімге мен. Қазақтың қара өлеңі құдіретім, онда бір сұмдық сыр бар естілмеген. Жат жерді жастанғанда жазатайым, қанымен жазды мүмкін ағатайым. Қасиетіңнен қара өлең айналайын, қазақтың дәл өзіндей қарапайым. Түзу, жыртылған аңыздайын, аңызыма неген әр тамызбайын. Қара өлеңі қазақтың қаза болса, қара көзден неге қан ағызбайын. Ақынмын деп қалай мен айталамын, халқымның өз айтқанын қайталадым. Күпікейген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын. Мұқағали жаңағы сол қазақтың қара өлеңін 21 ғасырдағы кәдімгі әлемдік өлеңге айландырып, қара өлеңнің үстіне жаңағы өрнегін өзгертіп, негізін сақтап, өзі айтады ғой, күпікейген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын. Мұқағали ақынмен мақтанып отырған жоқ. Ақын халықтың өзі. Соны енді халқын барда, сол бүкіл қара өлеңді жаңағы қазақтың өнерін, тілін, жалпы тағдырын, қазақтық болмыстың қандай болу керектігін бәрін сол қара өлеңді бір өлеңге сыйғызып айтып кеткен. Ақын өз өлеңінде қазақтың сөз құдіреті мен тіл өнерінің, қара өлеңінің амандығын тілейді. Қара өлеңнің қасиетінде қазақтың бүтін болмысының жатқандығын ақын әдемі өрнекпен бедерлеп береді. Қазақ даласының қай түкпіріне барсаң да, алдыңнан Мұқағали шығады. Мұнайшы да Мұқағали әнін салады. Балықшы да, малшы да Мұқағали жырларын, айта алмай жүрген ойларын жұртқа естіртеді. Әу деп ән салатындардың бәрі Мұқағалидың сөзіне әуен шығарады. Тарбағатай мен Атырауда, Баянауыл мен Қазығұртта да жұрт желіге үйірілген құлындай Мұқағали жырымен табысып, шұрқырасып жатқаны. Нағыз өнер құдіреті деген осы. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайын бола бастайын. Келсемісің жасқайын, көрінер мүмкін кім керсіз, өміріңді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниені, қайын көзіммен бір көрші. Мұқағали өзіне дейінгі өлең өру мен жыр сомдаудағы қазақ халқының ұлттық мектептері мен дәстүрлерін жалғап қана қоймай, оны жан-жақты дамытқан, тереңдеткен, қазақтың өлең сөзін жаңа заңғарларға көтерген, жаңа кеңістіктерге алып шыққан 20 ғасырдың санаулы саңлақтарының бірі. Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған дегендей, ол өлген жоқ, халқымен бірге жасады. Жұмыр жердің қай түкпіріне барсақ та, Мұқағали алдымыздан шығады. Ораз ақын Асқар. Ары таза, жаны мөлдір, жүрегі отты, рухы асқақ жырлары мен көркем дастандары ақынның атын өшірмей ғасырдан ғасырға жалғап жүре бермек. Олай болса, Мұқағали өлеңі мәңгілік мектеп. Оның шеті де, шегі де жоқ. Келесі бағдарламада кездескенше сау болыңыздар.